Қауым дегеніміз не? Мүмкін қауым ғимарат шығар? Әлде бағушы ма? Немесе қызметкерлер ме? Мүмкін қауым ән әуен шығар? Қалыптасқан дәстүрлер? Немесе қызметтер? Оның бәрі әрине жақсы. Бірақ олар қауым емес. Олардың бәрін алып тастасақ та, қауым бәрібір осы жерде. Неге? Өйткені сен осындасың. Қауым ол сенсің. Қауым ол сен және сенің мақсатың. Қауым ол сен және сенің қызметің. Қауым ол сен және сенің жоспарларың. Жай ғана жоспарлар. Исаны қабылдап, қызметті бастау. Жанұяда Құдай сөзін тани білу. Құдайдың берген сыйларын қолдана жүріп, Құдайды білмейтіндерге оның ізгі хабарын жеткізу. Егер де сен және мен осылайша өмір сүрсек, онда қауымда жасағанымыздың бәрі қауымның жасағанындай болады. Құдай осыны қалайды. Әлем осыны керек етеді. Біз осыларды жүзеге асыру үшін таңдап алынғанбыз. Сонымен қауым дегеніміз не? Қауым сенсің.